Балалар, материялық нүктеге тепе-теңдік жағдайында екі күш әсер етеді: ауырлық күші және серпімділік күші, және олар бір-бірінен теңгеріледі. Егер маятникті тепе-теңдік күйінен ауытқытатын болсақ, онда ол әрекет етуші күштердің әсерінен белгілі бір шамаға ауытқиды және тепе-теңдік күйіне қайтадан оралады. Яғни бұл тербеліске байланысты қайталанып отыратын процесс. Яғни дененің ең үлкен ауытқуында жылдамдық бізде нөлге тең болады екен, балалар. Дененің ең үлкен потенциалдық энергиясы максимал мәнге тең болады, ал кинетикалық энергиясы нөлге тең болады. Ал дене тепе-теңдік күйіне қайтадан оралған кезде ығысу бізде нөлге тең болғандықтан потенциалдық нүктеде нөлге тең болады. Ал жылдамдығы ең үлкен мәнге ие болады. Балалар, қарап отырғандарыңыздай, белгілі бір тербеліс жасаған кезде жылдамдық пен биіктік бірдей өзгеретін болады. Яғни жылдамдық пен биіктіктің өзгеруі ол белгілі бір энергияның өзгеруіне әкеліп соғады екен. Тербелмелі қозғалыс кезінде кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның бір-біріне айналып отыруы периодты түрде өзгеріп отырады.